Барлықтарыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін есімдіктер сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып бізде тәуелдік есімдіктер. Яғни орысша айтқанда притяжательное местоимение. Алдыңғы сабақтарда біз грамматиканың және поэтапный планды өттік, және қазір есімдіктердің түрін өтіп жатырмыз. Алдыңғы сабақта жай есімдіктерді өткен болсақ, бұл жолы притяжательный есімдіктерді өтеміз. Яғни адамға не болмаса бір нәрсеге тиесілі нәрсені айтамыз. Тәуелді деген, яғни ол нәрсе мысалы мынау микрофон маған тәуелді, не болмаса мынау кітап маған тәуелді деген сияқты тәуелді нәрселерді айтамыз. Основной және абсолютный формасы бар. Яғни my, mine деп бөлінеді. Оны шатастырып алмау үшін кейін жаттығу барысында түсінесіздер. Жалпы біз мен, сен, сіз, ол, біз деген жай есімдіктерді, жеке есімдіктерді өткен болатынбыз. Яғни олар кім деген сұраққа жауап берді. Мына жерде кестеге қарасаңыздар, who дегеніміз кім деген сөз. Кім, мен, кім, сен, ол деген сияқты сұрақтарға жауап берді. Бұл жерде I дегеніміз мен, you сен, сіз, he он, she ана, it анау, we біз, they олар болды. Ал притяжательный есімдіктер, яғни тәуелдік есімдіктер, олар кімдікі деген сұраққа жауап береді. Кімдікі немесе кімнің, ненің деген сұрақтар. Whose, мына жердегі whose деген сұрақ, чей, орысша айтқанда чей, қазақшасы кімдікі деген сұрақ. Сол сұраққа жауап береді. Яғни мынау есімдіктер қасында өзгерген түрлері. Жеке есімдіктер тәуелді болып өзгерген кезде мынау екінші кестедегідей болып өзгереді. Осы кестені жазып, не болмаса түсіріп алыңыздар. Менікі деген my болады. Your дегеніміз сенікі немесе сіздікі, немесе сіздердікі. His оныкі, яғни оның заты. Ұл баланы айтқан кезде his дейміз. Его. Her дегеніміз оның заты қыз балаға. Ее. Its дегеніміз ол да оның заты, бірақ жануардікі болуы мүмкін. Our дегеніміз біздің зат, біздікі деген сөз. Their дегеніміз олардікі. Кімдікі деген сұраққа жауап беретін нәрсенің бәрі осы. Мына жерде алдыңғы текстедегідей абсолютно және основная формасы тұр. Мына жерде транскрипциясымен бірге және орысша аудармасымен бірге. Жеке есімдіктер бірінші столбикта тұр. Екінші столбикта қазір ғана айтып өткен кімнің деген сұрақтарға жауап беретін жалпы негізгі формасы. Екінші абсолюттік формасы бар, яғни ол сәл өзгешеленеді. Сөйлем құраған кезде екеуінің разницасын қазір түсінесіздер. Mine дегеніміз мой. Мысалы сіздерден сұрайды да, мынау машина кімдікі, мынау көлік кімдікі деген кезде қысқа жауап беру үшін менікі деген кезде mine деп жауап беруге болады. Мысалы this is my car және this car is mine. Яғни бұл жердегі car дегеніміз машина деген сөздің орны ауысқандықтан my'дің орнына mine'ді қолданамыз. Яғни бұл жерде мұндай тонкая грань бар, шатастырып алмау қажет. Mine, your, сіздікі деген сөз, his оның, hers, its, ours, your, theirs. Мына жерде назар аударсаңыздар, абсолютный формасында my деген mineға өзгерді. Your сол күйге қалады, his, hers соңына s жалғаймыз, itқа s, its сол күйге қалды. Ourға s жалғадық, ours болды, your сол күйге қалады, және theirға theirs s жалғаймыз, theirs болады. Міне мысалдарын қарайық енді. My, менікі дегенге it is my book. Бұл менің кітабым. It is your pen. Бұл сенің қаламың. It is his birthday. Бұл оның туған күні. It is her dress. Бұл оның кітабы. Біріншісінде оның деген ұл баланың туған күнін айтып тұрса, екіншісінде көйлек. Her дегеніміз қызға тиесілі, бұл қыз баланың көйлегі дейді. Ары қарай it is our wedding day.
бұл біздің үйленетін күніміз. It is their house. Бұл олардың үйі. Түсінікті, иә? Тиесілі тәуелді заттарды осылай атаймыз. Ары қарай жаттығулар болады қазір. Мынаны тағы да түсіндіріп өтейін. My негізгі формасында менікі. My менікі. Your сенікі. His оның заты оныкі. Her оныкі қыз балаға. It's оныкі жануар. Our біздікі. Your сіздердікі. Their олардікі. Абсолюттік формасы. Mine менің маған тиесілі. Yours сенің. His оның. Hers оның мына жерде s болу керек, шатасып кеткен. It's оның. Ours біздікі біздің. Yours сіздердің. Theirs олардың тиесілі заттары. Қазір жаттығу жасаймыз. Мына жерде орындарын ауыстырып берілген. His, her, her, their, яғни кімге тиесілі. Мына жердегі аттарға қарап қазір дұрыс столбикқа жазамыз. Mary's Мэри'дікі дейді. Мэри деген қыздың аты, сол үшін бұл жерде Mary's дегенге мынау her келеді. Мэри деген қыздікі, яғни оныкі. Mary'дікінің орнына қасына her дегенді қоямыз. Jason's дегеніміз Jason'дікі, яғни бұл ұл баланың аты. Мынау жердегі соңғы s дегенді сіздер көпше түрмен шатастырмаңыздар. Көпше түрде мына алдында мынандай үтір болмайды. Бұл үтірді біз апостроф деп айтамыз. Оны кейінірек түсіндіремін. Бұл қандай да бір адамға не болмаса жануарға тиесілі нәрсенің соңында бір нәрсеге тиесілі болған кезде сол сөздің соңына осы үтірді қойып s-ті жалғайсыздар. Бұл да тәуелділік, мына тәуелділік есімдіктің орнына осындай зат есімдерді адам аттарын қойса болады деген баламасы. Tom and Jerry's. Том және Джерри олардікі. Олардың деген сөз their болады. My auntie's менің тәтемдікі. Ол да женский род her болады. My father's менің әкемдікі. His болады. Ары қарай мына жерде сәл кішкене жазылған екен. Бірінші кесте көрінеді деген үміттемін. Біз міне бағана айтқан мысал. Біз тәуелді есімдіктерді зат есімдерден кейін және зат есімдердің алдында қоя аламыз. Мысалы, бағана mine дегенді айттым, оны зат есімдерден кейін қойылады. This is my car дегеніміз бұл менің машинам. Егер мына жерде this car is mine дейтін болсақ, мына жерде есімдік mine болып кетеді. Бұл көлік менікі. Бұл менің көлігім және бұл көлік менікі. Екеуінде разница бар ғой. Сол my мен mine дегеннің разницасы сол. Міне мысалдар. My, I дегеніміз мен деген менікі болған кезде myға ауысты. He, his-ға, she, her, it, its, you, your, they, their, we, our-ға ауысып кетті. Мысалдары қасында. This is my phone. Бұл менің телефоным. This is his laptop. Бұл оның ноутбугі. This is her dress. Бұл оның көйлегі. This is its toy. Бұл оның ойыншығы. Бұл жерде its деп мысықты айтайық. Мысалы, бұл мысықтың ойыншығы. This is your key. Бұл сенің немесе сіздердің кілтіңіз. This is their home. Бұл олардың үйлері. This is our car. Бұл біздің машина немесе көлік. Келесі произношениені дұрыс айту үшін қасына транскрипцияға былай дұрыстап жазады. You, your bag. She, her dress. We, our children. They, their bag. Түсінікті, иә? Мына жерде мысал берілген. Мысалдарда мына жерге he бола ма, his бола ма, қайсысы дұрыс болады. Соны таңдап шығамыз. Міне, үлкейген түрі мынау. It is his car. He бола ма, әлде his болады ма? Бұл оның машинасы. His болады.
It is her dress. Бұл оның көйлегі. Her. They are our children. Бұл біздің балаларымыз. Our қойылған. That is their house. Бұл олардың үйлері. You have your pen. Сен өзіңнің қаламыңды ұстап отырсың дейді. The dog has its own toy. Иттің өзінің ойыншығы бар дейді. My pizza is vegetarian. Менің пиццам вегетариандарға арналған, яғни ішінде еті жоқ. We do not have our own flat. Біздің өзіміздің үйіміз жоқ дейді. Мына жерде сәл шатасып кетіппін. Бірден дұрыс жауабы уже жазылып кеткен екен. Мына жерде негізі бос орын болу керек еді, бірақ дұрыс жауабы жазылып кетіпті. Түсінікті болды деген үміттемін. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта бұл тақырыпты жалғастырамын. Кішкене толық ашылмай қалды. Бірақ қайталап көресіздер деген үміттемін. Және келесі сабақта тағы да толықтырамын. Тағы да жаттығулар беремін. Бүгінге сабақ осымен аяқталды. Осы жеткілікті. Түсініксіз болса, комментарийға сұрақтарыңызды жазып отырыңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналды қолдап жатқандарыңызға да рахмет. Алда көптеген видеолар болады. Келесі сабақта кездескенше see you soon.